жайгашкан эски көрүстөндү коомдук муктаждык үчүн кайра пайдалануу максатында рекультивациялоо боюнча иштер башталды. Бул тууралуу Ош мэриясынан билдиришти. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев Ош шаарынын көчөсүндө жайгашкан эски көрүстөндү коомдук муктаждык үчүн кайра пайдалануу максатында рекультивациялоо боюнча иштер башталды. Бул тууралуу Ош мэриясынан билдиришти. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев Ош шаарынын казысы Нурлан Токтомушев, Курманжан Датка муниципалдык аймактык башкармалыктын өкүлдөрү, аксакалдар жана жергиликтүү тургундар чогулуп, жалпы маркумдарга Куран окулуп, курмандык чалынды. Тиешелүү кызматтар тарабынан дезинфекциялоо иштери жүргүзүлдү. Ак көр көрүстөнү мындан 73 жыл мурун жабылган жана анын жалпы аянты 19 сотукту түзөт. Жетинчи каналдын эфирде Биздин усунусубузду Назарбаев макулдаган. Астанада даулы сот отурусу әлі де жалгасууда. Экс-вице-министр Ерлан Кожогапановго катысты сот процессинде оған тың маалиметтердин жеткизилгени, 1 миллиард теңгеден астам каржы жымкырды деген айыптың тагылуы тегин эмес. Кезекті сот отырысында істің екінші фигуранты компания директоры Ляззат Көккөзова куәлік берді. Оның айтуынша, жобаны Мәдениет және спорт министрлігінен, президент әкімшілігінен және экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мақұлдаған. Маған 1 миллиард теңгеден астам зиян келтірді деп айып тағылып отыр. Бірақ мен министрлік қызметкері емеспін. Мемлекеттік қызметші де емеспін. Мен жеке коммерциялық компанияның директорымын. Келісім шарт жасап, орындалған жұмыстар актісіне қол қойдым. Салықты мына жийдыққа қарапайым қалқымдың жонынан нечен туз арттық, 30 миллиард жегенде 10 мүнөт қолча ұзаттық. Ошондой болбой ылайым, біз дағын ақиқатқа келелі, ақындарған ұшындай ақбатаны берелі. Елмірбек ақын болғанда, болбоса чуақ ажы болғанда, ақиқаттың барысын айтмақ екен қайрандар. Токмакын Асылбек Маратов социалдык тармактагы баракчасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдына түшкөн сыры жарыялап, эскертүү алып чыкканын жазды. Кудайга шүгүр,